Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен үш-ақ заттан ғана жасалатын, қолға жабыспайтын, тез әрі оңай жасалатын чак-чак дайындайтын боламыз. Үйіңізге қонақ келе жатырмын деген кезде бірден дайындап жіберсеңіздер, тез әрі оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ең алдымен үш жұмыртқамызды ыдысымызға құйып, оның үстіне шым-шым тұзымызды салатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап жұмыртқамыз жайылғанға дейін араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне өлшеп алған ұнымызды салатын боламыз. Егер сіздерде өлшейтін құрал, яғни весы болмаса, онда ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр дайындап алуға болады. Тек қана 3 жұмыртқаны салып, үстіне ұнды аз-аздан салсаңыздар, өзі жұмсарып, жақсы қамыр дайын болады. Весыйдың болуы міндетті емес. Қажетті заттың барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Мінеки менің қамырым бір-біріне бірігіп, жақсы жайылды. Қатты күшпен басып қажеті жоқ, себебі тестамыз қатты болып кететін болады. Салафанмен үстін жауып, шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минут тындырып алғаннан кейін салафанымыздан алып, тағы да 2-3 қайра басып жіберетін боламыз. Июі жақсы қану үшін екінші басқан дұрыс болады. Қамырымызды басып болғаннан кейін тағы да салафанмен жауып 5 минутқа тындырамыз. Мінеки біздің қамырымыз дайын болды. Енді доскамыздың үстіне ұнымызды жайып, жаймен басып шығатын боламыз. Ұнды көп қосып қажет емес. Егерде ұнды көп қосатын болсаңыздар, қамыр қатты болып, илеуге ыңғайсыз болады. Илеген кезде керек болған жағдайда ғана қоссаңыздар жеткілікті. Тестамызды жайғаннан кейін бірден формасына келтіріп кескендеріңіз жөн болады. Егерде көп ұзаққа қалдырып қойсаңыздар, кескен кезде бір-біріне жабысып, ыңғайсыз тудыратын болады. Мінеки видеода көргендеріңіздей қолдың ізі көрініп тұр. Солайынан жайып шығатын боламыз жұқа етіп. Келесі қалауларыңызша әртүрлі форма жасап кессеңіздер болады. Мен ең алдымен квадрат пішінді формаға келтіріп, әдемі қылып кесіп алдым. Келесі екінші түрін солонка етіп турап алдым, ұзынша қылып. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін әр бөлігін осылай 2-3 қайра үстінен көтеріп алып, сілкіп алатын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін аз мөлшерден пісіріп аламыз. Көп мөлшерде салып қажет емес, себебі біздің чак-чагымыз майға салған кезде бірден көтеріліп шығатын болады. Егер сіздерде көп мөлшерде құятын болсаңыздар, онда сыртына төгіліп кетуі мүмкін. Чак-чакты пісірген кезде қалағымызды қайра-қайра көтеріп отырып пісіріп алатын боламыз. Чак-чак себебі бір орында тұрғызып қоятын болсақ, онда бір жағы қызарып, екінші жағы қызармай күйіп кететін болады. Сол себепті араластыра отырып чак-чакты пісіріп алатын боламыз. Мінеки қалауыңызша кез келген сгущенканы алып, немесе мед қоссаңыздар да болады. Осылай піскен чак-чагымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Мен бір бөлігіне мейіз, екінші бөлігіне мақ қостым. Сіздер қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Дәмі тіл үйіретін, түрі көз тартарлық біздің әдемі чак-чактарымыз дайын болды. Бір жасағаннан шығады. Кез келген жастағы қыздар, келіншектер жасай алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
артылған бөлігін дүкендегідей пищевая пленкаға дөңгелекше етіп орап холодильникке салып қойсаңыздар болады. Қажет кезде ашып тарелкамызға салып ұсынатын боламыз. Осы чак-чактың жасалу жолы менің отбасыма өте қатты ұнады. Алдағы уақыттарда осы рецепт бойынша жиі жасап тұратын болдым. Тез арада шайға тәтті болмай қалған кездерде немесе үйіме қонақ келе жатырмын дегенде бірден дайындап жіберетін өте тиімді рецепттің бірі болды. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.